Акымбат, сәлем, подкастқа қош келдің. Ар жақта естіліп тұр ма? Бір-бірлерін естідіңдер ма? Аздап ақырын ғана естіліп тұр. Қобалжу сезім бар ма? Иә. Бәріміз қобалжудамыз енді. Подкаст бірінші рет па өміріңде? Өмірімде бірінші рет осындай студияға келіп тұрмын. Бірінші рет осылай. Сәттілік тілеймін саған. Рахмет. Енді өзің туралы қымбат біраз айта кетсең, өзің туралы, отбасың туралы. Мен өзім туған жерім Күршім ауданы, Бурабай ауылынамын. Қазірде Өскемен қаласында тұрып жатырмын. Отбасымызда 3 баламыз. Кенжесімін. Әке-шешем мені үлкен, 40 жасында тапқан. Ұзақ күткен. Ерке қыз болып өстім, мен шынымды айтайын. Әкемнің ерке қызы болып өстім. Кеспе сайысында айтқан болатсың, сен? Мен үйдің еркесін бірінші рет нан илеп тұрмын деп, Иә. Енді не деп айтам? Қазірде отбасым бар, балам бар, бір балам бар. Мамыр айында бұйырса 2 жасқа толады. Жұмыс істеймін. Мектепте мұғалім болып істеймін. Қазірде декреттік демалыста отырмын. Және де әке-шешем осы қалада көшіп келген, бәрі бұл жерде тұрады. Бір-бірімізді көріп, жақын маңда тұрамыз, келіп тұрамыз, бір-бірімізді көріп тұрамыз. Мектепте, қай мектепте істедің? 46-шы мектеп, Кыштыда. Ал қай пәннен? Ағылшын пәнінің мұғалімімін. Бұған дейін қайда оқыдың? Мен негізі мектепте 9-шы сыныптан кейін колледжға кетіп қалған болатын, педколледжға. Ағылшын мамандығына түскем. 2019-да бітірдім. 2019-да бітіргеннен кейін менде арман болды да, анда бізде Аманжолов атындағы университет бар ғой. Сонда көргем біздің өзіміздің сол колледжді бітірген балалар Польшаға ауысып оқуға кеткен. Сол менде арман болып, мен іштей түскен басында. Мен басқа жаққа барып оқығым келді. Жұмыс істегім келген жоқ. Сосын іштей түсіп, одан кейін бірақта грантқа балым жетпеді да, сосын кейін грантта түспесең, ондайға бара алмайды екенсің. Сосын кішкене көңілім түсіп, көңілім түсіп қалды да, оқығым келмей кетті, ары қарай жұмыс істеймін, жарайды деп ойладым. Және мен колледжда грантқа оқыдым да, өзім стипендия деп айтады ғой. Студенттік кезде сол ақшаны өзім ғана ұстайтын, әке-шешемнен вообще ақша сұрамайтын. Сол кезде кәдімгідей бүйтіп жеткізіп, андай артығын санап, бүйтіп жинап сөйтіп отыратын. Бірақта универда платныйда оқып жүрмін, ол кезде уже біртүрлі маған ыңғайсыз секілді, әке-шешемнен ақша сұрау. Ауыртпашылық болмасын деп. Содан кейін өзім біртүрлі болып бүйтіп, как будто бір ата-анама бір ауыртпашылық түсіріп тұрған сияқты болып көрініп кетті да, өзіме сырттай бүйтіп ұялдым. Себебі өзімнің сол кездегі группаластарым, олар мектепке кіріп, мұғалім болып істеп жүр, жалақы алады. Ал мен студент болып жүрмін да, платныйға түстім, біртүрлі өзім ұялдым, шынымды айтайын. Сосын кейін жұмыс іздей бастадым. Сөйтіп бір жарнамадан көрдім, языковой курста English Education деп аталады ғой, өтірік айтпасам, сол жерге кірдім. Ол жерден уақытын келтіріп, бүйтіп беріп жүрдім да, одан сабақты қоса алып жүрдім. Сөйтіп сабақты беріп жүріп, кішкене өзім жолыма, тамағыма келетін ақшаны жинап сөйтіп жүрдім. Одан кейін жұмыс іздей бастадым бір жағынан. Сөйтіп бірінші семестр сөйтіп іштей оқып, екінші семестрда сырттай ауысып кеттім да, қаңтар айында осы 46-шы мектепте ағылшын пәнінен іздеп жүргенін естіп барып, резюмемді беріп, бірден жұмысқа қабылдандым. Қандай ой жатыр енді, ата-анама ауыртпашылық етпейін деп, оқып жүріп жұмыс істе, ол да бір өзіңе деген қалай айтсам, ауыр шығар, саған да өзіңе ауыр болған шығар. Ата-анаң не деді ол туралы? Ол кісілер мені қолдады, оларды айтты, жұмыс істеген дұрыс қойдым деген секілді айтты. Өзің біл деді, егер де оқығың келмесе, онда жұмыс істеймін десең, жұмыс істей бер деп қолдады. Ол сен өзің выборың болды ғой, Иә, өзім айттым, мен оқығым келмейді, мен жұмыс істейін деп сөйтіп айттым. Жарайды деді. Мектепте жұмыс істеген қалай екен? Мектепте жақсы, балалармен жұмыс жасаған,
баламен өзің бала сияқты болып жүресің, кішкене бұрынғыдай емес, кішкене андай, қалай айтсам болады, балалардың мінездері әртүрлі болады ғой. Кейбір балалар өзіңе сондай жуық болады, кейбіреумен кішкене алыстау болады. Енді ол кезде кәдімгі артист секілді болып жүресің. Шынымды айтайын. Бәрін көңілін табу керек. Көңілін тауып, сабақта да андай балалардың алдында өзің жақсы келтіріп, кішкене өзгердім мен. Колледж кезінде жабықтау болатын да. Жабық дегенде более спокойный болатын. Мектепке келіп кішкене активный бола бастадым. Енді себебі мұғалім болғасын, шебер болу керексің ғой, жан-жақты болу керексің, шығармашыл болу керексің. Сол секілді сабақта кәдімгідей бір күнде бір концерт беріп жүрген секілді жүріп 45 минут бойы отырмай жүріп сабақ береміз. Неше түрлі заттар алып барып, балаларға қызықты болсын деп, сабағын қызықты өтсін деп. Әсіресе қазір ағылшын тілін бәрі осы дамытқысы келеді, көбірек білгісі келеді. Әртүрлі заттарды қолданып, әртүрлі электронный, әртүрлі заманауи заттарды қолданып, қызықты қылып өткізуге тырысам. Керемет деп ойлаймын. Енді қазіргі тіл табу керек, қазіргі балаларға бұлай қарап, мұғалімдерге қарап бой түзейді дегендей. Менің ойымша ол керемет. Келесі сұрақ енді конкурсқа қатысқан мақсатын, жалпы қазір қалай өтіп жатыр, сол туралы айтып берсең? Конкурсты ең алғаш осы Instagram парақшасына көрдім, рекламада шықты. Сіздердің рекламаларыңызды көріп, басында бүйтіп қызықтым, жай бүйтіп көрдім. Бір ой келді өзіме, қатысып көрейін деген, бірақ одан қойдым, ары қарай. Сосын тағы да бір жерден шықты. Маған как будто шыға берді. Намек түсіп тұрған сияқты бүйтіп шыға берді, тағы да шықты. Сосын кейін күйеуіме жібердім. Ол айтты, қатыс көрсеңші, күшті ғой деп. Содан кейін енді миллион теңге деп тұр, одан енді 30-та көрініп тұр ғой, жазылып тұр. Енді ер адам оны көргенде бірінші ақшаны көретін шығар, ғой. 1 миллионды алып көрсеңші, может, ұмытып кетесің деп сөйтіп айтты. Сосын кейін өзімде де ойладым, мүмкін қатысып көрейін деп, себебі мектеп кезінде өзі көп сайыстарға қатысатын. Содан енді декреттік демалыста отырмын, үйде отырмын, жұмыс істеп жатқан жоқпын, былай қарап тұрсам боспын деген секілді. Бағым сынап көрейін деп ойладым да. Енді бос жүрген адам, тем более қызым да кішкене өсіп қалды, енді қазір өзі жүре береді. Апасының қолында жүрсе жүре береді. Біз жалпы әйелдер бос жүре алмаймыз, қолымыз біраз босай қалса бір жерге барғың келіп тұрады. Сонымен қатар мен декретте еще мастер маникюр болып кеттім ғой. Ол да андай тыныш отыра алмай кетті. Да? Молодец. Содан заявка жібердім, фотом жіберіп, басында қызық болды. Одан ойлаған жоқпын кастингтан өтемін деп. Кастингке сіздер шақырдыңыздар ғой, өткен қыздарды айту үшін. Сол кезде бүйтіп өз кешік келген болатын, отырдым. Содан кейін Ануар ағамыз ең алғаш 5 қызды ма 6 қызды тұрғызып бүйтіп айтты ғой, 1 қызды ғана қалды, қалғандарыңыз қайта беріңіздер. Мен ішімде ойладым, мен өткен жоқпын деп ойладым. Да? Себебі бірінші көрген қыздар сондай әдемі модельный внешность болды ғой, мен көрдім де ойладым, мен өтпедім примерно деп ойладым, шынымды айтайын. Ол біздің сайысымызды өзгешілігі ғой. Бізге жай ғана анандай тек түрге ғана емес, адамның өзінің ішкі жан дүниесіне де қарағандарың содан терең ойда жатыр ол жерде. Біздің жаңғырту, ол қазақ тілін, салт дәстүрімізді сол жағынан біліп жатса да, мысалы, сондай кішкене сондай жаққа көбірек қарадық біз. Сол өзіме қатты ұнап қалды. Сол кезде өзім жүрегім дүрсілдеп бүйтіп тұрғызған кезде өзім құлағыма сенген жоқпын, естігеніне. Мен қалдым, өткін бе деген секілді өтіп тұрып қалдым. Даже бүйтіп күлген де жоқ, бүйтіп тұрып қалдым. Шын ба, өтірік па деп па? Содан кейін уже келесі сайыстарда кәдімгідей енді деңгей көрініп тұр. Әрбір нәрсеге дайындалып жатқандарыңыз, қазір Қасымның әділ баға қойып жатқаны барлығы көрініп тұр. Жаңа нәрсе, енді жаңа орта, әртүрлі қыздармен уже қазір жақсы араласып келе жатырмыз, бірімізбен жақсы танысып, уже бірге бір-бірімізге қолдап, сырларымызды айтып, лайфхактарды айтып, сөйтіп үйретіп жатырмыз. Маған ұнайды. Жаңа достар таптым десең де болады. Біз үшеу айтып қоямыз, біткеннен кейін бәріміз жиналып бір жерге барайық деген секілді. Біз тастап бір жерге бармақшы ма қыздар? Бізді айтып бірге жинап аламыз. Жай, там. Енді конкурс сенің өміріңде осындай өзгеріс әкелді ма? Кішкене енді үйде отырып күнде бір нәрсе болса жалқып кетесің ғой.
мен өзі сол мастер болып жүргенде күнде бармаймын, енді баста келе жатырмын да, оны да уақытын келтіріп барам. Соның өзінде кішкене далаға шығып еркін болып келем. Андай қыздар келеді, солармен қарым-қатынасқа түсіп сөйлесіп еркін болып қалам. Енді мына сайыста күнде менде уже көзім жан кетті, бүйтіп жүрегім деген дүрсілдеп, күнде бүйтіп қобалжу. Жаңа сезім. Иә, жаңа сезім, андай оқушы сияқтымын, как будто бір кішкентай кездегі сезім секілді. Бұрынғыдай емес, кішкене бүйтіп өмірімде бір новый краскалар пайда болған сияқты. Қалай керемет айтылды. Ал енді бағанадан айтып жатсың ғой, күйеуің қолдады деп, осы тағы да біреу қолдап жатыр ма сені, алғысың бар ма, соны осы камераға қарап айтсаң? Сол ең алғаш болып қолдаған күйеуіме рахмет айтамын. Одан кейін өзім әке-шешеме, ол кісілер үнемі мен қолдап жүреді, менің айтқан сөзімді айтады. Одан кейін ата-енеме рахметімді айтамын, себебі ол кісілерді звондап, күнінде сұрайды, видеозвонокпен звондап, не болды, не істеп жатсың, молодец, қатысып жатсың деп, енем өзінің жолдастарына жіберіп, қолдандар мен келінімді деп. Ол кісілерге өте үлкен рахметімді айтамын. Өзімнің таныстарыма, Бурабайдағы үлкен кісілер бәрі мен қолдап, комментарий жазып жатыр. Соған рахметімді айтамын үлкен. Өзі ішінен кәдімгідей не болып қалады екенсің, мен жылағым келіп тұр, негізі шынымды айтайын. Жылай ғой, біз бағанадан жылап отырмыз. Комментарийді оқисың, өзің атын көріп қалсаң, бір андай күшті болып қаласың. Қолдау сезім. Иә. Жақсы ғой, артыңда осындай адамдар бар екен сезініп, осылай адамдар сені қолдап жатқан, жалғыз емессің. Иә. Сол өзім атымды көріп, жүрегім елжіреп жылап алам кейін. Ол өте жақсы, енді осылай қолдау жатқандарыңыз үлкен рахмет айтамыз. Енді көріп тұрсыздар ғой, қыздар қобалжуда, сіздер қолдаған сайын қанаттары кәдімгідей ашылып, одан арман үстіге қарай ұмытылыста. Енді сәттілік тілейміз. Рахмет. Көріскенше.